5 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен таза мінсіз асыл сөз бөлімі бойынша нөмір 1 жиынтық бағалау тапсырмаларының 2 нұсқасына арналған тапсырмаларды дәл қазір орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Қобыланды батыр жырына байланысты кестені толтырыңыз, яғни сіздерде кесте берілу керек. Ол кестенің ішінде тақырыбы, идеясы, тақырыпқа сай мақал, мәтел және өз көзқарасыңыз деген нұсқалар болады. Бірінші тақырыбы ерлік, батырлық, елін, жерін қорғау деп жазатын боламыз. Тақырыбына идеясы: батырлықпен халық үшін күресудің маңыздылығын көрсету, батырлықты жырлау, насихаттау. Тақырыпқа сай мақал, мәтел: ер ел үшін туады, ел үшін өледі. Батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Ер жолдасы тәуекел. Ерлік білекте емес, жүректе. Өз көзқарасыңыз: жырдан қандай тұжырым шығаруға болады? Қобыланды батыр жыры қазақ халқының ерлік дәстүрлерін дәріптейтін, батырлық пен ел қорғауды басты тақырып еткен эпостардың бірі деп толтыратын боламыз. Жырдың мазмұнын, кейіпкерлерін және оқиғаларын сараптай отырып, келесі тұжырымдар жасауға болады. Ерлік пен батырлықты мадақтау. Жырдың негізгі идеясы елін, жерін қорғаған батырдың ерлігін көрсету. Отанға, елге деген сүйіспеншілік. Қобыландының батырлық әрекеттері оның өз еліне, туған жеріне деген махаббатының көрінісі болып табылады. Жыр елін сүйген ер азаматтардың отанды қорғау жолындағы күресі мен адалдығын насихаттайды. Достық пен адалдықтың маңыздылығы. Жырда батырдың достары мен серіктерінің рөлі маңызды. Қобыландының жанында адал жары Құртқа және сенімді серіктері бар. Бұл достықтың, сенім мен адалдықтың батырдың жеңіске жетуінде рөлін көрсетеді. Табиғатпен және тұлпармен байланыс. Қобыландының тұлпары Тайбурылда жырдың маңызды символдарының бірі. Батырдың тұлпарымен тығыз байланысы, тұлпардың батырды жауға жеткізудегі рөлі, табиғатпен үйлесімділіктің, адамның және жануардың өзара түсіністігінің белгісі. Екінші тапсырма: жырдан бейнелеу құралын анықтап, мағынасын өз сөзіңізбен түсіндіріңіз. Өзімнің еншім болсын деп, тобылғы торы меңдатты, енші қылып мінеді. Бейнелеу түрі эпитет. Мағынасы аттың сипатын білдіреді. Бұл жерде эпитет болып тұрған сөз тобылғы торы меңді ат. Күнде киік аулайды, кездессе жауын жаулайды. Жылқыда жатып қобыланды, екпіні оттай қаулайды. Бұл жерде бейнелеу түрі теңеу. Оттай деген сөз мағынасы қобыландының күшін сипаттайды. Сырты күміс ақ отау, келістіріп түзеген, арттыруға сайланды. Бұл жыр үзіндісінде бейнелеу түрі эпитет. Мағынасы отаудың сыртқы кейпін білдіреді. Ал эпитет болып тұрған сөзіміз сырты күміс ақ отау.